Camry автокөлігінің электронды щиток приборы. Көлікте бұл бізде буу блок. Бұрынғы иесі өз щиток приборын мынаған қызыл LED салам деп щиток приборын ашып бүлдіріп алған. Спидометрінің стрелкасы сынып кеткен. Бұл енді бізде разбордағы щиток прибор. Осыны өзінің пробегтеріне сәйкес келтіреміз. Пробегіне мән бердіңіз ба? 424 мың миль. Яғни 700 мың километрдей. Одан да көп болмаса, мен шамамен айтып жатырмын. Приборды жасаған болатынбыз. Бұл жерде Camrylерде ештеңесі ашылмайды, ештеңесі істелінбейді. Тек қана осындай тертісімен тегіп жіберсек, пробег өзгере қояды. Қазір қосайын. Пробег міне өзінікіндей, мына иесінікіндей пробегін жасап келген болатынбыз. Camry 55-тіктерде пробег айналған білінбейді, себебі тек қана щиток приборда жазылады. Пробег автоподбормен көрсетпейтін болады. Міне қазір 201 мың жасап бердік. Енді осы щитокты сүртіп, жуып, тазалап көлікке салатын болады. Осылай міне пробегін айналдырған болатынбыз. Сіздерге көрсетейін пробег қалай айналдыратын. Мынандай міне төрт пин болады. Сол төрт пинді былай мына сымға тегіп жібереміз де пробегін жаза қоямыз. Болды. Ештеңесін ашудың қажеті жоқ, ештеңесін жазудың қажеті жоқ. Осылай міне пробег айналдырған болатынбыз.